Түстен кейін мемлекет басшысы ресми сапармен Мәскеу қаласына ұшып барды. Ертең Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парадқа қатысады. Салтанатты шараны тамашалауға Ресей астанасына 20-дан астам елдің басшылары мен бірқатар халықаралық ұйымдардың жетекшілері келген. Бүгінгі күн тәртібі де мазмұнды. Дәл қазір Кремльде ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми саммиті өтіп жатыр. Басқосуға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысуда. Әріптесім Бауыржан Бақытбекұлы қолда бар мәліметтермен бөліседі. Бұл ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми басқосуы әрі жеңістің 70 жылдығы қарсаңында өтіп отыр. Сондықтан саммиттің күн тәртібі айтарлықтай жеңілдетілген. Айта кету керек, бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың президент лауазымына сайланғаннан кейінгі алғашқы ресми сапары. Сондықтан Владимир Путин өзінің алғы сөзінде барлық әріптестерінің атынан әуелі елбасын саяси науқандағы сенімді жеңісімен құттықтады. Искренне признателен за то, что в эти знаменательные дни вы здесь вместе с нами в Москве, чтобы вместе отметить 70-летие Великой Победы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Нурсултана Абишевича Назарбаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Хотел бы выразить надежду на то, что между Казахстаном и Россией будут активно развиваться отношения, так как это было и в последние годы. Күн тәртібінде президенттер өңірдегі тұрақтылықты нығайту, халықаралық терроризм мен діни нәсілдік кемсітушіліктермен күрес шараларын күшейту жайын сөз қылды. Өзара экономикалық байланысты тереңдету жайы да басты назарда, бірақ ең көп айтылғаны әрине Ұлы Отан соғысындағы жеңіс. Прежде всего, сегодняшняя встреча в преддверии великого праздника Дня Победы явилась данью уважения ветеранам, труженикам тыла, погибшим в Великой Отечественной войне. Трагические годы войны наши народы единым целым стали перед нацистской угрозой. Именно на наши страны легло основное бремя. Наши отцы и деды победили. Если бы они это не сделали, неизвестно, в каком направлении потекла бы политика, экономика и где бы мы ни находились, наши народы. Как и все страны, которые представлены здесь, Казахстан внес весомый вклад в эту великую победу. Фактически 20% того периода населения страны, то есть 1,5 миллиона человек, ушли на поля сражения, вернулась только половина. И более 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. ТМД мемлекеттер басшыларының келесі басқосуы Астанада өтеді. Бүгінгі кездесу барысында мемлекеттер басшылары саммит ұйымдастырылатын уақытты нақтылады. Біздің ел мәртебелі қонақтарды 9 қазанда қабылдайтын болады. Айта кетейік, дәл қазір саммит жұмысы жабық есік жағдайында жалғасуда. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына да қатысады. Айта кету керек, одақ ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істеуде. Қазір оған Қазақстан, Ресей, Беларусь және Армения елдері мүше. Бұл жиында Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Қырғызстан елінің қосылуы күтіліп отыр. Жалпы күн тәртібінде президенттер 20-ға жуық мәселе қарайды. Олардың қатарында одақ пен Вьетнам елінің арасындағы еркін сауда туралы келісім, Қытай Халық Республикасымен кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім жөнінде келіссөздер бастау. Сондай-ақ одақтың 2015-2016 жылдарға арналған макроэкономикалық саясатын белгілеу секілді мәселелер бар. Ал Қазақстан мен Ресей арасындағы байланысты тереңдету жайы екі ел басшысының өзара кездесуінде талқыланбақ. Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің кездесуі Астана уақыты бойынша сағат түнгі 12-ге белгіленген. Бауыржан Бақытбекұлы, Еділ Ермекбаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев және Руслан Жәкеев. Мәскеуден.